дәстүріміз қымыз мұрындық деп аталады. Қымыз мұрындық салт дәстүрі ежелден келе жатқан салт дәстүрлердің бірі. Бұл бие сауылып, қымыздың алғашқы халықтарға дәм тартылатын той, бірінші қымыз ішу тойы, бұл қымыз мұрындық деп аталады. Қымыз мұрындықты құлын байланып, бие сауылып, биенің сүтін кешке дейін қарауында қойып ашытылған соң көрші бөренді, ақсақалдарды, тума-туыстарды шақырылып қымыз ұсынылады. Бұл қымызды берудің негізгі себебі ізгі дәстүрмен, салт дәстүрмен, салтанатпен беріледі бұл қымыз. Себебі көпке көп қымызымыз көп болсын, молшылық болсын, ақ көп болсын деген ниетпен берілетін салт дәстүрлердің бірі екен. Ұлттық Наурыз мерекесінің тойына қош келдіңіздер. Сіздер осы тойдың құтты қонағысыздар. Бұл қымыз мұрындық, яғни қымызымыз осындай құтты қонақтарға ұсынылады екен, құрметті ағайын. Қош келдіңіздер. Шүйіркелесіп, әңгімелесіп отырыңыздар. Сүйінші қара бие бұлында атаң айта ғой. Сүйінші атадан сұраймыз. Ата сүйінші де қандай айта ғой. Қара бие бұлында дейді атасы. Бәйбіше, сүйіншесін бер баланың. Ал ботақан келе қойшы жаным. Айналайын, қолымен сүйінші айтқан аузынан айналдым сенің. Сол қара биенің қолына саған сүйінші болсын. Ана өзіңе, анамен сиғын өзің татал жейтін ақшаң болсын. Отыра ғой. Ал келін, қымызымыз дайын болған шығар. Кәні қымызымызды әкелейік. Құрметті қонақтар, Наурыз мерекесі құтты болсын. Наннан ауыз дейміздер. Наурыз мерекесі деген өте қаламдарды деп отыр. Құрт жейміз балалар. Енді қымыздың ішінде. Ал қымыздан ауыз дейміздер. Ал ақ мол болсын.